Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы құстар туралы не білемін? Тәуелдеулі зат есімдердің септелуі. Сабақтың мақсаты жазба жұмыстарын түрлі формада орындай аламын. Тыңдау барысында тірек сөздерді белгілеймін. Сол сөздермен мәтіннің мазмұнын айтамын. Тәуелдік жалғауы жалғанған зат есімдерді септей аламын. Бірінші жаттығу. Тыңда. Тыңдау барысында мәтіннің негізгі тұстарын тірек сөздермен белгіле. Қарлығаш ұя жасаудың шебері. Олар ұясын саз балшықтан өріп жасайды. Ұясын жартастың қуыстарына, су жағасындағы жарларға, үйлердің бұрыштарына салады. Үйлердің іші сыртында салынған ұяларды қазақтар бұзбайды. Оны ырымдап жақсылыққа, жайлыққа балайды. Ұясы бұзылмай тұрса, қарлығаштар келесі жылы да келіп, сол ұяға мекендейді. Мәтіндегі тірек сөздер: қарлығаш, ұя, шебер, сазбалшық, жартас, қуысы, жарлар, үйлер бұрышы, қазақтар, үйлердің іші сырты, жақсылық, жайлылық, бұзылмауы, келесі жылы, мекендеу. Осы сынды тірек сөздер мәтін барысында жолығады. Келесі тапсырма: тірек сөздер қатарын толықтырып, мен адамның досымын деген тақырыпта монолог құрап жаз. Бұл жерде бізде мен, тұмсығы қысқа, қанаты ұзын, айыр құйрықты, құс, ұшып жүріп ұстау, адамның досы, жанашыры деген тірек сөздер берілген. Оған қарлығаш, жәндіктер, қамқоршысы сынды тірек сөздерді қосамыз. Енді осыған мен адамның досымын тақырыбында монолог құрап көрейік. Мен қарлығаш, тұмсығы қысқа, қанаты ұзын, айыр құйрықты құспын. Мен адамға зиян жәндіктерді ұшып жүріп ұстаймын. Сол себепті мені адамның досы, жанашыры, қамқоршысы санайды. Екінші жаттығуға назар аударайық. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Қарлығаш төбеде қонақтап отыр. Ол ұясын үйдің төбесіне салады. Үшінші, жұмыртқаны тоңазытқышта сақтайды. Төртінші, көкек жұмыртқасын кез келген торғайдың ұясына тастап кетеді. Бесінші, балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі. Торғай ұясында қонақтап отыр. Төмендегі тапсырмаға назар аударайық. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда. Олардың қай септікте тұрғанын айт. Не байқадың? Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талдайтын болсақ, және де оның қай септікте тұрғанын айтайық. Бірінші, төбеде, түбірі төбеде, жат септігінің жалғауы. Бұл жат септігінде тұр. Келесі, төбесіне, түбірі төбесі, тәуелдік жалғауы, не бар септігінің жалғауы. Жұмыртқаны, түбірі жұмыртқаны, табыс септігінің жалғауы. Келесі, жұмыртқасын, түбірі жұмыртқасы, тәуелдік жалғауы, табыс септігінің жалғауы болып тұр. Ұяда, түбірі ұяда, жат септігінің жалғауы. Ұясында, түбірі ұясы, тәуелдік жалғауының жалғауы, да жат септігінің жалғауы болып тұр. Тәуелдік жалғауынан кейін септік жалғау жалғанатын болса, септіктің жалғауы өзгеріп кетеді екен достар. Біз оны қарамен жазылған сөздерді талдау барысында көрдік. Мысалы, қарап тұрсаңыз, табыс септігіне н деген жалғаулар жалғанып тұр. Ұясында деген сөзде ында деген жат септігінің жалғауы жалғанып тұрғанын көріп тұрмыз. Үшінші жаттығу. Зат есімнің жай түрі мен тәуелдеулі түрінің септелуін салыстырып оқы. Бізде түбір сөз әже, құс деген сөз берілген, және тәуелдеулі зат есімде үш жақта берілген. Әжем құсым, әжең құсың, әжесі құсы деген үш жақта тәуелдеулі зат есім берілген екен. Енді осы үш жақтағы тәуелдеулі сөздің септелуінде қандай ерекшелік бар екенін назар аударайық. Бұл жерде бізде көбіне тәуелдік жалғауына септік жалғауы жалғанған кезде септік жалғауы өзгеріп кетеді. Бұның ерекшелігі сонда. Тәуелденіп септелгенде қай септіктердің жалғаулары өзгерді? Оларды жеке жаз. Септік жалғауларының астын сыз деген тапсырма берілген екен. Тәуелденіп септелгенде бізде көбіне, және де бұл әже, құс деген сөздерде тәуелденген кезде барыс, табыс, жатыс септіктердің жалғаулары өзгеріп тұр. Ал енді барыс септігінде тәуелденіп барып септелген сөзге назар аударайық. Әже сөзі түбір
әже, құс сөзі түбір күйінде келген кезде оған ге, қа деген бар септігінің жалғауы жалғанып тұр. Ал енді осы екі сөз тәуелденіп барып септелген кезде әжем сөзіне е жалғауы, құсым сөзіне а жалғауы жалғанып тұрғанын көріп тұрмыз. Ал енді табыс септігінде тәуелденіп барып септелген сөздерге назар аударатын болсақ, әже, құс сөзі түбір күйінде н, т деген жалғаулар жалғанып тұр. Ал енді бұл тәуелденіп барып септелген кезде д деген жалғау жалғанып тұр. Бірінші, екінші жақта, ал үшінші жақта н деген жалғаудың жалғанып тұрғанын көріп тұрмыз. Жатыс септігінде тәуелденіп барып септелген сөздер қалай өзгереді екен? Әже, құс сөздері түбір күйінде оларға де, та деген жалғаулар жалғанып тұр. Ал енді тәуелденіп барып септелген кезде әже сөзінде де жалғауы жалғанып тұрса, құсым деген сөзде да деген жалғаудың жалғанып тұрғанын көріп тұрмыз. Демек, құс сөзінде тәуелденіп тұрған кезде құс сөзінің жалғауы өзгеріп кетіп тұрғанын көріп тұрмыз. Тәуелдеулі зат есімдердің септелуінде ерекшеліктер болады. Бірінші, екінші жақ тәуелдеулі зат есімдерге бар септік жалғаулары а, е түрінде жалғанады. Біз оны осының алдындағы жаттығуды орындау барысында байқадық. Енді төртінші жаттығу. Берілген сөздерді барыс септігіне қойып жаз. Осы сөздерді қатыстырып сөйлем құра. Ал енді бірінші ағашта бізде дәптерім, інім, әкем деген сөз берілген екен. Оған е деген жалғауды жалғап көрейік барыс септігінің. Онда ініме, дәптеріме, әкеме болады. Екінші ағашта ұлым, атам, досым деген сөз тұр. Және де а деген бар септігінің жалғауын жалғайтын болсақ, атама, ұлыма, досыма деп өзгереді. Енді осы сөздерді қатыстырып сөйлем құрап көрейік. Бірінші, бүгін ініме кітап сыйладым. Келесі, мұғалім дәптеріме тапсырмалар жазып берді. Кеше әкеме көмектестім. Атама жаттаған өлеңімді оқып бердім. Келесі сөйлем, қазақ тілінен ұлыма деген өлең оқыдық. Соңғы сөйлем, досыма үй жұмысын орындауға көмектестім. Бесінші жаттығу. Берілген сөздерді септе. Қанатты достар, қанатты достарым. Бұл сөздердің септелуін салыстырып, қандай айырмашылық барын айт. Сыныпта құстар біздің досымыз тақырыбына жарнама жасаудан сайыс өтіп жатыр. Сен тілші ретінде әр топтан репортаж ал. Ол үшін төмендегі сұрақтарды толықтырып, компьютерге тер. Бірінші, жарнамада тақырып толық ашылған ба? Топтың жарнамасында құстарды қорғау мәселесі қарастырылған ба? Үшінші, құстардың қандай пайдасы бар екендігі айтылады ма? Ал енді қанатты достар және қанатты достарым деген сөздерді септеп көрейік. Атау септігі қанатты достар, қанатты достарым. Әлек септігі қанатты достардың, қанатты достарымның. Барыс септігі қанатты достарға, қанатты достарыма. Табыс септігі қанатты достарды, қанатты достарымды. Жатыс септігі қанатты достарда, қанатты достарымда. Шығыс септігі қанатты достардан, қанатты достарымнан. Көмектес септігі қанатты достармен, қанатты достарыммен. Бұл жерде қанатты достарым сөзін септегенде барыс септігінің жалғауы а деп өзгеріп жалғанып тұрғанын көріп тұрмыз. Демек, оның өзгешелігі осында екен. Жұмбақты оқып шешуін тап. Күндіз төбеңе шығады, түнде шегеге шығады. Бұл не? Бөрік. Барыс септігі сөздерді тауып, өзара салыстыр. Жалғауларының әртүрлі болу себебін түсіндір. Бізде бірінші сөз төбеңе сөзі. Төбеңе сөзі тәуелдік жалғауынан кейін, мен жерде жалғауының деп қателесіп кетіппін. Негізі жалғауынан кейін барыс септігі жалғанып тұрған көріп тұрмыз. Төбесі түбірі төбе, деген бұл тәуелдік жалғауының жалғауы, және де е деген барыс септігінің жалғауы жалғанып тұр. Егер де тәуелдік жалғауынан кейін барыс септігінің жалғауы келетін болса, онда барыс септігінің жалғауы е деген жалғауға өзгеріп кетеді. Ал егер мысалы шегеге деген екінші сөзде түбір сөз беріп тұр, шеге деген. Осыған ге деген барыс септігінің жалғауы жалғанып тұр. Яғни түбір сөзден кейін барыс септігі келетін болса, онда ға, ге деген жалғаулар жалғанады.
Ал егер тәуелдік жалғауынан кейін жалғанатын болса, онда А және Е деген бар септігінің жалғауы жалғанады. Құрметті оқушылар, сіздерге аталған тапсырманың шешуі түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса, бүгінгі сабақтың біз соңына келдік. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар. Және де арнама жазылып кетуді, лайк басуды ұмытпаңыздар.